Қайырлы кеш, баршаңызға қалайсыздар? Эфир бітті. Эфир нормально өтті. Болады енді. Кішкене настроение түсіп қалғандай бар. Назымда настроениесін түсіріп қойдым. Бізге қолдаушылардан осындай керемет романтикалық кездесуге осындай жіберіпті. Сіздерге үлкен рахмет. Көрсін, рахмет. Қырғыз, қазақ, ерекше арулардан. Құдай қаласа, біз барамыз. Рахмет сіздерге үлкен. Риза болып отырмын. Үлкен рахмет. Баршаңызды сәттілік. Бүгін ұйықтадым. Менің жігітім клубқа бармайды, ішпейді. Арасында өстіп, арасында сағын бір компьютерге келетін бар. Бүгін қасында отырайыншы, бүгін мен де келейін деп. Бірақ мен де бос отырмайым, қазір тиктокқа кіремін, стримға. Осы сәтті күттім ғой қанша ше. Әйелім қасында отырса хотя бы. Өстіп армандапты, әйелім болса қасында отырса деп. Арман орындапты. Кстати, мен стримға кіремка, ссылка қалдырып кетем. Мен де отырмайым ғой босын. Компьютер ойнауға қатты қызықпаймын, сондықтан лучше стримда отырам. Так что ссылка басып, стрим прямой эфир қараңыздар. Всем привет, қалайсыздар? Ой, Ақтау несі құрсын, Ақтауда әдінде отырып. Алматыда қар жауып тұр, күшті болып. Еще біздің үй жақты тап-тыныш қой. Сказка прям. Еще қарда әдем болып жауып тұр. Жай. Күшті, е? Обеда келеді. Стройкаға жай, Ана түрін ешкім талмай қойды. Ешкім көріп қоймасын. Шақтамайсың ба? Үстің не кірім? Шақтайды. Анда жігітке қалай тамақ әкеп атсың жаным? Қалай қарадың анда жігіт? Махаббат ештеңеге қарамайды деген осы. Жаным. Молодец. Сен разылығыңды алайын деп келген. Үстінде тамақ болмай қалды ғой, рамен жедік қой деп. Разылығын бердім. Чистая. Чистая. Люблю ғой. Барлық қазақ елі, қазақ жұрты, қырғыз елі, өзбек деген сияқты өзіміздің көршілес мемлекеттер. Барлықтарыңызға қайырлы таң, қайырлы күн. Сонымен эфирге де келіп қалдық. Соңғы эфирде футболға барған болатынбыз. 3 команда ойнадық. 3 команда ойнағаннан кейін кішкене арасынан демалып отырдық. Су өтіп кетіпті. Сол үшін сториске кіре алмадық. Кішкене ауырып дегенде, емделдік дегенде үйде жатып. Сол барлықтарыңызды келе жатқан жаңа жылдармен құттықтаймын. Бізде мынандай керемет баннеріміз ауысып, қыс болып жатыр. Скоро оформление, жаңа жыл. Алдыда келе жатқан мерекелеріңіз құтты болсын. Және де тәуелсіздік алған күні қазақ елінің құтты болсын. Мен өздеріңізге мәлім батырларды, батыр деймін, бірақ дегенмен де қаншама адам шықты. Сол адамның барлығын мен батыр деп санаймын. Өз басым. Жатқан жерлер жайлы, сол кісілердің ұрпақтарына бақыт тілеймін, байлық тілеймін, мықты болсын. Қазағым алға. Абдайхан қалыңыз қалай? Жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Бір стористарыңызда көріп қалып едім, үміткерге не істейін, үйленейін ба деген сияқты бір сөздерді. Қалай таныстық, қалай болып жатыр? Біз өкінішке орай кездеспедік негізі әлде. Бүгін кездесеміз бірақ. Футболдан кейін қиналып қалдық. Сіз үйленейін ба дегеннен білмеймін, бір күшті бір таныстық болып жатыр ма деп ойлаймын. Күшті қыз сөйлескені сондай қатты ұнап жатыр ше. Ұнап жатыр. Жаңа жылға дейін түсірсем ба деген ой болады. Көзді жұмып ше. Ода бір ризықпен бір ризық келеді дейді, сол сияқты. Андай
пофигизммен бір қарап жатыр деп ойлап қалмаңыздар. Серьезно қарап жатырмын да. Сондай қыздар обычно күшті болып кетеді ғой. Иә. Жалпы сіз үшін қыздың нәзіктігі неде? Женственность дейді ғой. Менің ойымша именно қыз баланың жауапкершілігі көбірек болған дұрыс деп ойлаймын. Нәзіктігі де сонымен көрінеді деп ойлаймын. Точно девочка деген таңдап отырмын. Енді өзіме бір жаныма жақын бір адам бар. Сол кісіні бір бизнес ашып жатқан, сол бизнесінің қолдап ашылуына бара жатқанымыз бар. Сондай бір. Мына жақ қандай күшті праздник болып тұр ше. Осындай бір жердің открытиясына кешік қалды енді. Екеден кешік келатырмыз, жаңа жыл болып кетті. Қалайсың? Болып тұрсың ғой прям. Осы кісінің открытиясына келіп қалған бағаны. Мынандай міне. Мери, ана жерде бірінші. Основательница болып тұр ғой бұл кісі. Сол құтты болсын тағы. Осы жердің берекесін берсін, жемісін же. Келіңіздер, осы жерде всегда қарсы аламыз, келіңіздер, есік ашық. Бұл қарсы алады, короче, қарсы алады, келсеңіздер болды ғой. Анау қыз қарсы алады дейді. Нағыз қарсы алады. Бұл кісі... Не переживай. Айтшы родной. Заказ береміз қазір. Не переживай. Все будет хорошо. Мына кісінің сөз еді, негізі. Добрый вечер деп келді өзіміздің родной. Сол? Сіз... Шай қайда дейсің? Сәл үлгермей қалды. Қосылайқа келіп бір мүйіз шығайын деп отқан сияқты. Өтіп батына күн тайғақ қой күн. Өтіп бат құлағаным бар да. Басты жарып шығып келатыр екен да өзім. Былай шетінен қарасаң әдемі. Қызатты ма? Қызарған не сұрады? Кәдімгі шишка болып тұр ғой. Жарылайын деп тұр ғой. Берекесін берсең не болса да ағайын ас болсын, тамақтайын керемет, күшті. Не деген әдемі погода болып тұр бүгін де. Тамақ ішіп алдық енді. Үміткер ханым, неге телефон көтермейсіз? Мен сізден үмітті болып қалдым ғой. Қанша рет звондап жатырмын, үміттеніп жатырмын, үмітім ақталмай жатыр. Неге олай жасап жатсыз? Келісіп едік қой, кездесеміз деп.